Америкалықтар Ауғанстандан толығымен кетіп, билікке талиптер қарсылықсыз келгенде ең бірінші ресми жариялаған құжатына назар аударыңыз. Бұл Британияны, Кеңес одағын және Американы жеңген туралы декларация. Барлық жерде террорист деп санайтын талиптар мен орыс немесе Қытай ресми өкілдері келіссөз жүргізгені ойға сыймайтындай болғанымен, әрқайсысының өз көздеген пайдасы бар. Мысалы, 2000 жылдар ортасында екі қызықты жаңалық шықты. Қытайдың ұлттық корпорациясы Ауғанстандағы Мес Айнак шатқалында мыс өндіруді бастау үшін $3 миллиард 30 жылдық концессияға отырды. Шынында ол жерде әлемдегі ең үлкен мыс кен орындарының бірі табылған. Осыған қоса тағы бір қытайлық компания Ауғанстанның солтүстігінде мұнай өндіру тендерін ұтып алды. Пекиннің ойында көршілерін басқалар секілді әскерін жіберіп, көп ақшаны тау шатқалында өртей салмай, бейбіт жолмен бүкіл ресурстарын жай-жай сорып, африкалық елдердегідей инфраструктураларды кредитке салып беріп, қолында ұстау жолын таңдаған көрінеді. Ауғанстан жерінде мыстан бөлек темір, көмір және ең маңыздысы заманауи көліктердің негізін құрайтын литий бар. Пентагонның 2010 жылғы есебінде Ауғанстанды литийлік Сауд Арабиясы деп атаған.